Барлықтарыңызға сәлем. Каналға тіркеліп, лайк басып, қолдап қойыңыздар. Бүгін бізге осындай керемет дәмді тойларға пісіретін, дастарханның көркін ашатын сәукеле нанның мастер-классын жүргізетін болам. Қазір сіздерге каналға тіркеліп алыңыздар. Және бүгін сәукеле нандікін, ертең корзина нанның мастер-классын салатын болам. Ол үшін бізге екеуіне де бір қамырды дайындаймыз. Бізге 200 грамм су, сүт және сұйық май керек болады. Сұйық май және 2 жұмыртқа, қантымыз керек және 10 грамм дрожж пен 1 ас қасық тұз керек болады. Барлығын араластырып, барлығын салып аламыз да, барлығын араластырып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Дәмі өте дәмді болады. Құдалықтарға, тойларға дастарханның көркін ашады. Әдемі болып тұрады дастарханда. Өздеріңіз жасап көрсеңіздер болады. Өте керемет, себебі бұндай сәукеле нан және бұл себет нан деп айтаймыз. Бұның бәрі негізінде нарықтағы қазіргі бағасы өте қымбат. Сондықтан өздеріңіз жасап үйреніп алғандарыңыз жақсы. Дәл осы менің рецептімде пісіретін болсаңыз, жасайтын болсаңыз, өте бір жасағаннан өте әдемі жақсы болып шығады, дәмді болып шығады. Қонақтарыңызды күтсеңіздер болады, солай өте керемет. Қазір нанымызды илеп аламыз да 2 сағатқа тындырып, ашығанша қоятын боламыз. Ертең себет нанның мастер-класын салатын болам. Бүгінше сәукеле нанның мастер-класы. Каналға тіркеле отырыңыздар. Видеоны жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп, менің видеоларымды қарап отырсаңыздар болады. Қамырды 2 сағатқа тындырып қоятын боламыз. Сосын бізге мынандай конус, сәукеле нанды жасау үшін осындай конус тәріздес қолдан жасап алдым. Мен қатты картоннан осылай жасап, сыртын фольгамен орап алдым. Себебі духовкаға салғанда ішіндегі картон жанып кетпес үшін сыртын фольгамен орап осылай жасап аласыздар форманы. Және осындай тағы да нанды кесетін осындай құрал керек болады. Базардан 1200 теңгеден алсаңыздар болады. Біз қазір сәукеле нанның негізгі бөлігін қазір алатын боламыз. Нанымыз күшті болып, қамырымыз ашыды. Енді негізгі бөлігі 300 грамм ішінен алып аламыз. Және 120 грамм жиегіне 2 бөлікте қамыр алып алатын боламыз. 300 грамм и 120 грамм. 2 бөлік керек болады бізге сәукеле нанын пісіру үшін. Менің видеомнан қарап, дәл осындай рецепт бойынша, дәл осылай қарап отырып жасасаңыз, дәмді де және жақсы, әдемі сәукеле нанын пісіріп шығуға тоқтай сенемін, пісіріп шығуларыңызға. Біз қазір лағман нанын жайғандай қылып, созғандай қылып, осылай 30 сантиметрдей қылып созып аламыз. Бұл жиегіне кетеді. 120 граммдық нанымыз жаңа бөліп алған қамырымызды. Соны бұл жиегіне, сәукеленің жиегіне қоятын нанымыз. Бұны осылай дайындап аламыз. Бұны бір шетке алып қоямыз.
Енді біз сәукеленің өзінің негізгі нанын жаятын боламыз. Бұл үшін бізге оқтауымызбен жайлап баса отырып осылай созып аламыз. Мен осы метрлікпен өлшейтін болам. Ұзындығы 30, ені 17-15 сантиметр, 15-17 сантиметр болса болады ені. Ұзындығын 28-30 қыласыздар. Және мен осы мен бұлай ручкасымен істей алмаймын. Онша басылмай қалады, жақсы кесілмейді. Сондықтан жақсылап кесу үшін мен өзім қолымды қатты күшіммен басып отырып, осылай қамырымды кесіп алатын болам. Қатты басасыздар қыздар, себебі кесілмей қалады қатты баспасаңыз. Осындай болып сеточка болып шығады. Арасында кесілмей қалған жерлері болса, пышақпенен өзіміз бүйтіп кесіп шығатын боламыз. Шетіндегі кішкене алып тегістеп аламыз. Және біздің қолдан жасап алған конусымызға апарып жайғастырамыз. Кез келген қыз-келіншектің қолынан келеді. Барлық қыздар жасай алады. Кішкене еп керек болады енді. Дегенмен өте қиын нәрсе емес. Астыңғы жағын осылай біріктіріп, дәмі өте дәмді. Құдалықтарға дәмге, біз енді қазақта салт дәстүріміз бар, құдалықтың кезінде дәм береді. Балаларымыз үйленгенде, қыз ұзатқанда деген сияқты. Сондай кездерде дәмнің ішіне салған өте әдемі, керемет. Ішіне неше түрлі конфеттеріңізді, нандарыңызды, тоқаштарыңызды салып, дәмге жіберген өте керемет, көрнекті, әдемі болып тұрады. Дәмі де өзі ерекше дәмді. Жасап, үстіне жұмыртқамызды жағатын боламыз. Кішкене қызарып, әдемі түс беру үшін жұмыртқаның сарысын алып, ағын бөліп алып, сарысын ғана жағатын боламыз. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, үстіне күнжіт жағып, сәндесеңіздер болады. Күнжіттің қара түрі болады, ақ түрі болады. Қайсысы бар болса, үйлеріңізде қайсысы тапсаңыздар, соны жаға бетіне себе берсеңіздер болады. Егерде духовкада пісіріп жатқан кезде, беткі үстіңгі жағы қаттырақ қарап отырасыздар. Үстіңгі жағы кішкене қызыңқырап, қызарып кететін болса, үстіне кішкене фольганың кішкентай бөлігін сол духовканың үстіне қойсаңыздар болады. Фольгамен сол қызарып бара жатқан жерін жауып қойсаңыздар болады. Мына жерде менде кішкене қызарыңқырап кетті. Дегенмен күйген жоқ, өте әдемі, қызыл әдемі болып шықты сәукеле нанымыз. Не осындай мастер-класс. Каналға тіркеліп, лайк басып, қолдап кетіңіздер. Ертең корзина нанын көрсететін болам.